Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? 2022 жылға Шаян белгісіндегі жандарға тамыз айына таро расклад. Шаяндарға көрейік тамыз айында не күтіп тұрғанын. Туз мечей. Бір тараптан сізге предложение түсуі мүмкін. Ол мысалға жаңағы жеке өміріңізге байланысты предложение болуы мүмкін, жұмысқа байланысты, қаржыға байланысты предложение түсуі мүмкін. Бірақ сіз кішкене қорқақтап, переживать етіп ойлануыңыз мүмкін. Себебі мечи адамның бір ішкі қорқынышы, переживаниясы, жаңағы дұрыс бола ма, болмай ма, рисковать етуге бола ма, болмай ма деген сияқты ойлану. Королева жезл. Бұл предложенияны жақын адамыңызға айтып ақылдасқаныңыз жөн. Бұл енді анаңыз, әпкеңіз, сіңіліңіз деген сияқты жаңағы жақын адамның бірімен ақылдасу қажет. Келесі луна. Луна старший аркан. Желательно тамыз айында бұл жаңағы предложенияны қабыл алуға пока ерте. Кішкене ойланғаныңыз жөн. Жаңағы луна старший аркан бұл неясность. Жаңағы әлі бұл анық емес сізге жасалған предложение. Сондықтан кішкене күте тұру керек, асықпау керек. Және де луна бұл ұзақ жолды айтады, переезд болуы мүмкін, не болмаса ұзақ жол жүруіңіз мүмкін. Және де артық әңгіме, өсектен аулақ болыңыз, себебі бұл өзіңізге кері әсерін беруі мүмкін. Және де Шаян белгісіндегі жандар, мысалы, береміз пландап жүрсе, жаңағы сәбилі болуды пландап жүрсе, осы ай өте жақсы уақыт, жаңағы көтеруге, жаңағы әйел адамдарға сәбилі болуға, бір анаңызбен қатысты, жақындарыңызбен, әйел адаммен қатысты бір жақсы жаңалық естисіз. Және де бұл предложение түсіп жатқанның өзінде де асықпау керек сізге пока. Жақын адамыңызбен ақылдасыңыз. Анаңыз болса анаңызбен, жаңағы әпкеңізбен деген сияқты. Жаңағы бұл предложение жақсы, но пока әлі время емес, уақыты емес. Жаңағы әлі де белгісіз болып тұр. Бір погода тұман болған кезде сіз келе жатасыз ғой, келе жатқан кезде мысалы қайда бара жатқаныңызды ұқпай қаласыз ғой. Сол сияқты туманность, жаңағы әлі де қайда бара жатқаныңызды білмей қалу деген сияқтылар көп болады. Сондықтан мүмкіндігінше асықпаған жөн. Рахмет, сау болыңыздар, лайк басып, комментарий жазып, менің парақшама жазылып отырыңыздар.